Бәріне сәлем. Джинсы шалбардың балағын қысқартайық. Ол үшін шалбарды киіп, неше сантиметрге қысқарту қажеттігін өлшеп аламыз. Содан кейін шалбардың екі балағы тең екеніне көз жеткізу үшін белін осылай ұстап тұрамыз дәлдеп. Содан кейін балақ жақ тексереміз. Менде бірдей. Содан кейін балақты алып келеміз. Ең бірінші неше сантиметр қысқарту қажеттігін сызып аламыз. Осы сызған саннан жоғары қарай мына балақтың мына жердегі өзінің оригинал тігісін өлшеп аламыз. Менде 1,5 сантиметр. Сол 1,5 сантиметрді сызамын. Содан кейін осы сантиметрден төмен қарай 1 сантиметр түсірем. Енді мына джинсының өз тігісінен 1 сантиметр төмен түсірем. Сызам. Қиямын. Енді мына тігісті сөгеміз. Енді шалбар балағының оң жағына сөгіп алған матаның оң жағын бір-біріне қаратып, қосып түйреміз. Тігіске 1 сантиметр беріп, тігіп аламыз. Балақты теріс қаратып, қалыңдық тудыратын жерлерді шетіне 2 мм жеткізбей қиып, жұқартып аламыз. Тігіске берген 1 сантиметр қосымшаны оригинал матаның ішіне салып, түйреп аламыз. Бағанағы сөгіп алған тігістің орнынан тігіс жүргіземіз. Осымен біздің шалбарымыз дайын болды. Бұл джинсы шалбарын қысқартудың бір әдісі. Басқа да реставрация түрін үйренгіңіз келсе, парақшаға жазылып алыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Гүл Хан.